Бүгін барпаға чыңызға 4 ай келіптір. Жетек қылса да олат кен, мұна екеуін ат қылса да олат кен. Нарқы екеу біраз бұлардан кішінара екен. Мұна ол екеу чоң екен. Мұна оны кішіне адресі бар деп айтыптыр. Шында малыматтар ма? Қарач құлындарды. Анда мәсе мен малыматын башта берейін. Жанымда тұрат ейсі. Адыр бір четінен баштайыз. Мұна ол малыматын баштадық. Жануар. Ушуну данчак деп бериптир. Энесинен бөлүп саттык деп. Бул шоғырақ екен, мынау путтарыны біраз портерге шыққанда алдыңғы путу кішіне сыйрылып шешіптір. Мынау сан іштері дағы сыйрылып шешіптір. Нарқыны атасы нарында чурқайт дептір командаға. Торат дептір. Секін. Нарқының атасы нарындың бір командасында Бишкекке шабылған 5-5-те Торат нарқы екеуі детдом екен алар жөніне. Bir жаштайлар, қалған бары денсаулығы бары мықты екен. Балары мына екеуі берақтағы 65-тен дейді. Нарқы екеуі 55-тен. Жақсы кемітіп берем дейді. Мына екеуіні жетек қылсаңар да болады екен. Данчак мен мына нарындағы аттың баласы дегенде. Ат қылсаңар да болады екен. Тұяқтарда мұндай тек бардың қара биікке алкен. Ушу жаман екен де, ушинтип жүріп урулуп буттарыны сыйырып жанандай кылып алыптыр данчак дегени. Эми канчалык деңгээлде чындыгы бар билбейт экенмин делечи. Ошондой маалымат менен айтылыптыр да булардын маалыматы 2 тайдыкы. Мына экөө. Булар детдом, жалабатскийлер экен. Булар арыгыраак экен да, чөп жок. Талаада арыктап кетти. 55-тен ушул экөө, 65-тен ушул экөө экен. Мына өтө шоу екен, мына данчак деген иш. Баштарын тарттырабы екен. Тұяқтардан мощный екен бирок. Канча эми 3-4 айлык кулундарбы? Алды жақтары. Арт жақтары. Мыналар деле жакшы экен бирок. Ат кылса боло турган эле. Номериң айтып койчу. +996 777 67 94. WhatsApp прямой ушул номеринде. Тайлардын дареги барпыда адрес.